Бірінші Елизабеттің өкіл қызы атанған қазақ кім? Лондонға Ару Султан Ипполита келеді. Қазақ хандығының тұңғыш дипломатиялық өкілі Англияға кіммен барды? Саяхатшы Энтони Дженкинс деген. Бойжеткеннің жат жерге аттануының себебі неде? Сол жерде қазақ әйелдерінің жаңағы образын сомдаған. Қазақ хандығының картасы батыс елдерінің озық картографиялық баспаларынан шыққан. Бұл ата-бабаларымыздың ертеден ақ шет мемлекеттермен дипломатиялық байланыс орнатқанын көрсетеді. Мәселен, осы тарихи құжаттарда 1562 жылдан 1879 жылға дейінгі кезең қамтылыпты. Жалпы елімізге қатысты қазір бас аяғы 130 карта табылған. Бірінші карта 1562 жыл. Сол картаны кім дайындады? Британиялық дипломат, тарихшы, этнограф, картограф, саяхатшы Энтони Дженкинс деген. Қазақстанға 4 рет келген, сол 16 ғасырда. Энтони Дженкинсон 1557-1572 жылдары қазақ жерін аралайды. Ол сапар барысында ұланғайыр даланың сызбасын қағазға түсірген. Картаның оң жақ шетіне еліміздің ежелгі атауын 4 қатар етіп, Қазақия деп жазыпты. Және мұнда 15 шақты қыз-келіншектің суреті де бейнеленген. Осы картаны зерттеген кезде бірден көзге түсетін дүние иллюстрация жағынан өте бай. Яғни осы Европалық және Америкалық 15-19 ғасырдың карталарының ішінде ең қазақ мәдениетіне, қазақ мемлекетіне, қазақ салт тұрмысына бай картына осы Энтони Дженкинсон Лондондағы шыққан картасы деуге болады. Энтони Дженкинсонның сызбаларына қазақ қызы Ару Султан көмектескен. Мұхит ардагер Садық Назаров 7 жылдық зерттеу жұмыстарынан кейін осындай байламға келіпті. Бұған дейін тарихта беймәлім болып келген бойжеткен Хақназар ханның Англияға жіберген сенімді өкілдерінің бірі деседі. Ол Энтони Дженкинсонмен бірге Англияға барғаннан кейін сол жерде жаңағы патшайымның қасында болып, сол жерде қазақ әйелдерінің жаңағы образын сомдаған. Ол туралы жазба деректер көп. Яғни корольдік архивтерінде 1562 жылы жазылады. Лондонға Ару Султан Ипполита келеді. Ару Султан Ипполита деген мынау Англияда берілген аты. Ипполита деген бұл жалпы көне грек мифологиясында бұл амазонкалардың мифологиялық патшайым болатын. Ал Ару Султан, яғни біздің көшпенді өркениетінің өкілі ретінде болған соң, қазақ мемлекетінің өкілі ретінде болған соң, оған Ару Султана Ипполита деген қосымша ат қойылады. Ару Султан бірінші Елизабеттің жанына жақын тартқан адамдарының бірі болған. Тіпті Англия патшайымы оған өкіл қызым деген бейресми дәрежеде беріпті. Сонымен қоса Ару Султан осы 1561 жылы 1576 жылы аралығында ол бірінші Елизабеттің кеңесшісі ретінде сондай рөлді атқарады. Яғни, мәселен, кейбір сән мәселелері бойынша ол кеңес берген болатын. Ару Султан жайлы әзірге толық дерек табылмады. Хақназар ханға туыстық байланысы бар жоғы да белгісіз. Тек оның бірнеше тілді меңгергеніне және ақсүйек тұқымынан екеніне шүбә жоқ дейді ғалымдар. Бұл қазақ қызының ағылшын аристократтары арасында өзін сенімді ұстап, ортаға тез сіңісіп кетуіне сеп болған. О заманда ағылшындарда енді мынау аяқ киімнің жетілдірілуіне әсер еткен. Мысалы, былғар етіктердің пайда болуына, және оның өкшелі былғар етіктердің пайда болуына бұның әжептәуір үлесі болған. Бұдан бұрын ол болмаған, зерттеулерге қарағанда. Заманауи ағылшын ғалымы Бернадет Андреа өзінің бірінші Елизабеттің гардеробы ашылды деген атты кітабында және Тюдор уақытындағы мына костюмдері деген анықтағышта нақты жазып отыр. Мына былғарыдан жасалған аяқ киімді, соның ішінде өкшесі бар аяқ киімді енгізген және бірінші тапсырыс берген және бірінші Елизабетке сый ретінде сыйлаған болған Ару Султана Ипполита болған болатын.
Ару Сұлтан 1576 жылы Лондон қаласында дүниеден өтіпті. Бұл кезде жасы жобамен 40-қа таяп қалған деген болжам бар. Әзірге оның қай жерде жерленгені белгісіз. Келешекте заманауи зерттеулер институтының директоры Мұхит Ардагер Сыдықназаров іздеу жұмыстарын жалғастыруды көздеп отыр. Өйткені Англияға аттанған тұңғыш дипломатиялық өкілдің тағдыры тарих үшін де, ұлт үшін де маңызды.